Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы әлеуметтік қамсыздандырудың түсінігі, пәні, функциялары және түрлері. Бұл тақырып қоғамдағы әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін түсінуге арналған. Әлеуметтік қамсыздандыру азаматтардың өмірінде туындайтын түрлі әлеуметтік тәуекелдер кезінде мемлекет тарапынан берілетін материалдық және құқықтық көмек жүйесі. Біз әлеуметтік қамсыздандырудың мәнін, негізгі түрлерін, функцияларын қарастырамыз. Дәрістің мақсаты әлеуметтік қамсыздандыру құқығының пәнін анықтау арқылы Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік саясаттың құқықтық негіздерімен таныстыру. Дәрістің міндеттері әлеуметтік қамсыздандыру құқығының пәнін сипаттау және оның басқа құқық салаларымен арақатынасын көрсету. Дәрістің өзектілігі мемлекеттің әлеуметтік саясатын құқықтық тұрғыда түсіну құқықтанушы мамандар үшін өзекті мәселе. Дәріс жоспары. Бірінші, әлеуметтік қамсыздандырудың түсінігі. Екінші, әлеуметтік қамсыздандырудың функциялары. Үшінші, әлеуметтік қамсыздандыру құқығының пәні. Дәрістің бірінші сұрағы. Әлеуметтік қамсыздандырудың түсінігі. Әлеуметтік қамсыздандыру бұл азаматтардың өмірі мен денсаулығына байланысты әлеуметтік тәуекелдер қарттық, еңбекке жарамсыздық, ауру, мүгедектік, асыраушысынан айырылу, жұмыссыздық және тағы басқа кезінде мемлекеттің және өзге де ұйымдардың тарапынан көрсетілетін материалдық және әлеуметтік көмек жүйесі. Бұл институт қоғамның тұрақтылығы мен азаматтардың әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған. Қазақстан Республикасының Конституциясының 28 бабында Қазақстан Республикасының азаматына жасына байланысты ауруына, мүгедектігіне, асыраушысынан айырылуына және өзге де заңмен белгіленген жағдайларда әлеуметтік қамсыздандырылуына кепілдік беріледі деп бекітілген. Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі бірнеше бағыттан тұрады. Бірінші, мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру, зейнетақылар жасына, мүгедектігіне, асыраушысынан айырылуына байланысты, мемлекеттік жәрдемақылар жүктілік пен босану, бала туу, мүгедектік, асыраушысынан айырылуы. Уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша жәрдемақылар. Екінші, міндетті әлеуметтік сақтандыру. Жұмыссыз қалған, еңбекке жарамсыз болған, жүктілік пен босану кезіндегі төлемдер. Бұл жүйе әлеуметтік сақтандыру қорынан қаржыландырылады. Міндетті әлеуметтік сақтандырудың басты мақсаты азаматтардың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, яғни өмірдің күрделі жағдайларында табыссыз қалмауына кепілдік беру. Бұл жүйе жұмыс берушілер мен қызметкерлердің міндетті әлеуметтік аударымдары арқылы қаржыландырылады. Үшінші, ерікті жинақтаушы зейнетақымен қамсыздандыру. Ерікті жинақтаушы зейнетақымен қамсыздандыру азаматтардың өз бастамасымен немесе жұмыс берушілердің атынан зейнетақы қорларына қосымша жарналар аудару арқылы жүзеге асырылатын жүйе. Мақсаты азаматтарға болашақта мемлекеттік зейнетақымен қатар қосымша қаржылық қор қалыптастыруға мүмкіндік беру. Төртінші, мемлекеттік әлеуметтік көмек. Өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтарға мемлекет тарапынан көрсетілетін материалдық қолдау түрі. Екінші сұрақ. Әлеуметтік қамсыздандырудың функциялары. Әлеуметтік қамсыздандырудың функциялары, оның қоғамдағы атқаратын негізгі бағыттары мен мақсаттарын айқындайтын маңызды құрамдас бөлігі. Бұл функциялар арқылы әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі мемлекет пен азамат арасындағы әлеуметтік әділеттілік пен өзара жауапкершілікті қамтамасыз етеді. Жалпы, қоғамдағы әлеуметтік тепе-теңдікті сақтау, әділеттілікті орнату және мемлекеттің азамат алдындағы әлеуметтік міндеттерін орындауға бағытталған. Әлеуметтік қамсыздандырудың негізгі функциялары төмендегідей. Бірінші, қорғаушылық функциясы. Бұл функцияның мәні азаматтарды өмірде туындайтын әлеуметтік тәуекелдерден қорғау. Мемлекет мұндай жағдайларда азаматтарға материалдық және әлеуметтік көмек көрсетеді. Екінші, қайта бөлу функциясы. Әлеуметтік қамсыздандыру арқылы қоғамдағы табыстар мен ресурстар әділ түрде қайта бөлінеді. Бұл экономикалық теңсіздікті азайтып, халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған тетік. Үшінші, тұрақтандырушы функциясы. Бұл функция қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Әлеуметтік көмек пен жәрдемақылар азаматтардың өмір сүру деңгейін төмендетпей, қоғамдағы наразылықтың алдын алады.
Төртінші. Ынталандырушы функциясы. Мемлекет әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі арқылы азаматтарды еңбек етуге, жинақтауға және белсенді әлеуметтік ұстаным ұстауға ынталандырады. Бұл әлеуметтік жауапкершілікті күшейтеді. Мемлекеттің әлеуметтік міндеттерін орындауға бағытталған. Үшінші ұрақ. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының пәні. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы азаматтардың әлеуметтік тәуекелдер кезінде мемлекеттен материалдық көмек пен әлеуметтік жәрдем алуына байланысты қатынастарды реттейтін құқық саласы. Бұл құқық саласы қоғамдағы әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етуге және азаматтардың өмір сүру сапасын қорғауға бағытталған. Әлеуметтік қамсыздандыру қоғамдағы әлеуметтік әділеттілікті, азаматтардың тең құқықтылығын қамтамасыз етеді. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының пәні әлеуметтік қамсыздандыру саласында туындайтын құқықтық қатынастардың жиынтығы. Бұл қатынастар азаматтардың өмірінде түрлі жағдайлар туындаған кезде жасына байланысты зейнетке шығу, еңбекке жарамсыздық, мүгедектік, жүктілік пен босану, асыраушысынан айырылу және тағы басқалар әлеуметтік төлемдер мен жәрдемақылар алу тәртібін белгілейді. Оның пәні әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы материалдық және ұйымдастырушылық құқықтық қатынастар. Бұл саладағы құқықтық қатынастардың негізгі ерекшеліктері мемлекеттік сипатта болуы. Қатынастардың басым бөлігі мемлекеттің қатысуымен жүзеге асады. Материалдық қамсыздандыруға бағытталуы. Қатынастар азаматтарға нақты материалдық көмек көрсетеді. Құқықтық реттеу аясының кеңдігі. Зейнетақы мен қамсыздандыруды, жәрдемақылар мен өтемақыларды, әлеуметтік қызметтерді қамтиды. Құқық субъектілерінің ерекше құрамы. Азаматтар, мемлекеттік органдар, әлеуметтік қорғау ұйымдары және қорлар қатысады. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының пәні өзге құқық салалары мен еңбек құқығы, әкімшілік құқық, қаржы құқығы тығыз байланысты. Бірақ өзіндік ерекшелігі әлеуметтік әділеттілік пен адамға қамқорлық көрсетуге бағытталуы. Қорытындылай келе, әлеуметтік қамсыздандыру құқығының пәні азаматтардың әлеуметтік қорғалуы мен мемлекеттің оларға көмек көрсету тетіктерін заң жүзінде қамтамасыз ететін құқықтық қатынастардың жиынтығы болып табылады. Осы дәріс сабағында пайдаланылған қайнар көздер мен әдебиеттер тізімі: Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасында зейнетақы мен қамсыздандыру туралы Қазақстан Республикасының заңы, міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңы, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы Қазақстан Республикасының заңы, Иманбердиевтің Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Шымкент, 2018 жыл. Құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің кезекті дәріс сабағымыз аяқталды. Егер дәріс мазмұны бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, беймарал қойыңыздар. Сіздің сұрағыңыз